Ассаламу алейкум, қайырлы күн достар. Қалдеріңіз қалай? Бүгін сіздермен өте тойымды дәмі тілеулі салат әзірлейік. Ол үшін бізге қажетті көкөністерді жуып, тазалап, ұсақтап тураймыз. Бұл жерде мен ұсақтап турау үшін арнайы ирек пышақты пайдаландым. Және де туралған көкөністерді видеода көрсетілгендей етіп противеньге орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін тұз, бұрышпен немесе қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып тұздап аламыз. Кейін жақсылап майын сеуіп 210 градуста 20-25 минут пісіреміз. Көкөністеріміз пісіп дайын болған соң араластырмас бұрын суытып алған жөн. Көкөністеріміз әбден суыған соң шұңғыл ыдысқа саламыз. Оның үстінен қызыл пиязды және салат жапырағын салдым. Үйлеріңізде банкаға жабылған қияр болса, оны да қоссаңыздар болады. Және оларды жақсылап араластырып, үстінен суға піскен фасольді салдым. Егерде фасольді салатын болсаңыздар, оны алдын ала 24 сағатқа суға салып қойған жөн. Салатымыз дайын, ас болсын, арнама тіркелуді ұмытпаңыз, және де қоңыраушаны басып, сақтап алыңыз. Келесіде тағы қандай видеолар күтесіздер? Жауаптарыңызды комментарийде күтемін.